Қайырлы күн, құрметті тыңдарман. Сіздермен бірге Орал қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі, тілдерді оқыту мен дамыту оқу әдістемелік орталығының мөлтекшай подкасты. Бұл жүректен шыққан әңгіме, шынайы сұхбат алаңы. Сонымен қатар, бүгінгі әңгімеміз биылғы жылы туғанына 185 жыл толған қазақтың ұлы ағартушысы Ыбырай Алтынсарин атамыздың шығармашылығымен де сабақтас болмақ. Қазақтың аса көрнекті ағартушысы, педагог, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының ағартушылық тарихында және ұлттық мектебін қалыптастыруына терең із қалдырған тұлға. Ыбырай аға оқу ағарту жұмыстарына өз заманның ең озық әдістемелерін қолдана отырып, білімнің балаларға ана тілінде берілуіне айрықша мән берді. Сол әдеби шығармалары арқылы тіршіліктің өзекті мәселелерін көтеруге бет бұрды. Ол қазақтың жазба әдебиетінің, әдеби тілінің негізін қалаушылардың бірі болды. Сонымен қатар бүгінгі қонағымыз ерекше, өзге этнос өкілі бола тұра қазақ тілін жүрек қалауымен таңдап, балабақша бүлдіршіндеріне ана тілімізді үйретіп жүрген ұстаз Айтасова Любовь Аркадьевна, нөмірі 22-ші Жұмбақтас балабақшасының қазақ тілі пәнінің мұғалімі. Любовь Аркадьевна, қош келдіңіз. Қош көрдік. Любовь Аркадьевна, өзге этнос өкілі бола тұрып, қазақ тілі мамандығын таңдауыңызға не себеп болды? Қысқаша бізге айтып өтсеңіз. Әдебиетті жақсы көретін жанмын. Кішкентайымнан сол жаңағы ауыз әдебиеті, классикалық әдебиетті сүйіп, және көптеген ақын жазушыларымызды оқып, сүйіп өскен жанмын. Және осы орайда өзімнің алдыма қойған мақсатым, осы өзімнің әдебиетке деген махаббатымды өзімнің ұстаздық жолым арқылы оқушыларға дарытқым келді. Осы мамандықты таңдаған себебім осы. Қазақ әдебиеті өте маған қызықты, әсерлі және оны терең меңгергім келді. Сол себепті сол мамандықты таңдаған. Қазіргі таңда сіз еңбек етіп жатқан сол 22-ші Жұмбақтас балабақшасында бөлік жайында біздер де болғанбыз сапарменен. Жалпы ол балабақшада орыс тобы, қазақ тобы деп бөліне ма сіздерге? Қазіргі кезде ол жаңағы орыс тобы және қазақ тобы болып бөлінеді. Дегенмен жылдан жылға орыс тобы кеміп, керісінше қазақ тобы көбірек ашылып, сол көбеюде. Яғни сіздерге өзге этнос өкілдері де балаларын тапсырады, солай ба? Әрине, бұл орыс топтарында және өзіміздің қазақ топтарында да өзге этнос өкілдерінің балалары тәрбиеленуде. Өте жақсы. Балаларға тілді үйретуде тәжірибесіңізде қандай тиімді әдістерді қолданасыз, бөлісіп отырсаңыз? Енді оқыту ол деген теория мен практикадан тұрады ғой. Теория жағынан мысалға балаларды жалпы дәстүрлі әдіспен үйретсек, ал енді практикаға келгенде түрлі ойын әдістерін қолданамыз. Соның ішінде мазмұнды кейіпкерлік ойындар өте ұтымды, осы тілді үйретуде ұтымды әдістердің бірі деп табылады. Мысалға келтірсек, мысалға дүкенде, ауруханада, емханада, түрлі театр деген ойындарымыз бар, және театрландырылған ойындар бар. Онда біздердің балаларымыз ертегі кейіпкерлерін сомдайды, өздері сол ертегі кейіпкерлеріне еніп, соны сомдау арқылы тілдерін дамытады. Біздер есіңізде болса, қазақ тіліне қадам басайық жобасы бойынша сіздің балабақшада болған болатырмыз. Сонда бізді бір қызықтырғаны, өзге этнос өкілдерінің қазақ тіліне деген қызығушылығын байқадық. Енді өзіңіздің тәжірибеңізде, осы шәкірттеріңіздің ішінде сол өзге этнос өкілі бола тұра қазақ мектебіне қадам басқан шәкірттеріңіз болса, есіңізде болса, атап өтсеңіз. Енді әрине қазіргі кезде жаңағы мемлекеттік тілге өзге ұлт өкілдерінің көзқарасы қазір жақсы жағынан қызығушылық басым, және де
олар деген жаңағы қызықтырады олардың бір ең басты бізге қоятын сауалдары жаңағы біз оны бере тұра ертең біздер көмектесе алмасақ балалар қалай ары қарай алып кетеді деп бізден сұраса біздер осындай жаңағы кеңес беріп жатамыз. Ол мектептерде мысалға мүмкіншілік бар, қазіргі кезде мүмкіншілік бар, ұзартылған топтар бар. Ұзартылған топ бар, және сендерге мысалға өзге ұлт өкілдеріне ерекше мән беріп, ерекше қолдау көрсетеді деп жаңағы бір оқушым бар, бір ата-анам бар, баласын енді осы оқу жылында келеді, осы алдағы оқу жылында осы соған енді берем деп біздің кеңесімізден кейін ұсынысымызды қабылдап 26-27 оқу жылы қызымды осы сендердің кеңестерімен берем деп отырған ата-анаға өте қуанышты жағдай. Өте жақсы. Сізге жалпы ұстаз ретіндегі миссияңызға сізге сәттілік тілейміз. Енді жаңа сөзіміздің басында айтып өткенбіз, биыл Ыбырай Алтынсарин ағартушымыздың туғанына 185 жыл болып отыр, иә? Ыбырай Алтынсарин еңбектері сізге қаншалықты әсер етті? енді мына педагогикалық білім ордаларында оқыдыңыздар, несімен таныстыңыздар? Ол кісінің атақты ел балалар оқулық еңбекке шақырған, өнерге шақырған балдарды өлеңі бар. Осы жөнінде айтып өтсеңіз бір-екі сөз. Ол деген мысалға Ыбырай атамыздың еңбектері және осы сіз атап өткен атақты өлеңі келі балалар оқулық, ол тек қана ұстаздық еткен емес, жай ғана қазақ азаматтарының бәрі де білетін шығар деп ойлаймын. Себебі мен өзімнің кішкентай кезімнен осы мектеп тауын аттаған кезден бастап мұғаліміміздің осы өлең арқылы бізді білімге шақырып, осы өлеңнің өзектілігі әлі күнге дейін және де алдағы уақытта да болашағымызда да алға жетелейтін идея деп санаймын. Себебі қазіргі кезде де мысалы балаларға түсіндіре өтемін. Мысалға сыйса көйлек үстінде тоқуменен тағылған деген сөзде мен айтамын, мына көйлекті сендер өнер білім бар жұқтар, алыстан хабар алғысы. Ол енді болашақта терең білген адамның жаңағы көреген адамның сөзі ғой. Ал мына дәл осы сыйса көйлек үстінде балаларға түсіндіремін. Балалар, мына көйлекті қайдан алдыңдар? Дүкеннен алдық. Ал дүкенге ол қалай келді? Олар сұраққа жауап бермейді. Дүкенге оны тігіншілер тоқуменен, тігуменен жеткізген. Мысалға, сендер тігу білесіңдер ме? Жоқ. Ал менен сұраңдаршы, мен тігу білем бе? Олар сұрайды, мен тігу білмеймін. Неге? Неліктен? Себебі мен оның оқуын оқыған жоқпын. Барлық нәрсе оқуменен табылатынын осы айтып кеткен Ыбырай атамыз деп түсіндіргенде балалар соны. Осы сөзіңізден сіздің Ыбырай Алтынсариннің ағартушылық жолы сіздің де ұстаздық жолына әсер еткен жолыңызға көрініп отыр. Енді жалпы қазақ тілін үйренгісі келетін өзге этнос өкілдеріне қандай кеңес берер едіңіз? Жалпы олардың ең алдыменен олардың алдарында бір қорқыныш тұратын секілді. Мен айта алмаймын, сөйлей алмаймын, жаңағы қысылу, қымтырылу деген сияқты. Мен оларға осындай кеңес берер едім. Бірден анық, таза ешкім сөйлеп кете алмайды. Өзінің білетін сөзін мысалға өзінің әңгіме барысында қарым-қатынас жасай отырып, тілдік қарым-қатынас жасай отырып, 50-50 әдісін қолданса. Мысалға жарты сөзі орысша өз ана тілдерінде, бір-екі сөз қазақшаны қосып, одан әрі 50-50, 70-те 30 болып, 80-де 20% бірте қосса, нұр үстінде нұр болар еді, және қорқынышты жеңуге көмектеседі болады. Жалпы Любовь Аркадийқызы, сіз мына біздің қаламыздағы біздер білетін мынау мемлекеттік тілді меңгерген өзге этнос өкілдерінің ішіндегі бірегей болып есептелесіз. Енді бар, Құдайға шүкір, енді біздердің көріп, сіздерді үлгі тұтып жүргеніміз. Енді осы мемлекеттік тілді білу өзге этнос өкілдеріне қоғамда қандай артықшылықтар алып келеді? Соны өзге этнос өкілдеріне қалай айтар едіңіз? Қандай артықшылықтар алып келеді? Артықшылық енді былай жай сөзбен айтсам, артықшылығы өте көп. Себебі деген адамды түсіне білу ең алдыменен. Содан сөйлей білмесең де түсіне білгеннің өзі жарты істі тындырғандай болады.
ал енді оны түсініп және жауап бере алу оған ол үлкен жеңіс деп ойлаймын. Артықшылығы өте көп және өзіңді қоғамда емін-еркін сезінуге, осы елдің, осы Қазақстанымыздың, отанымыздың толыққанды азаматы ретінде сезінуге көмектеседі. Мен де сізге қосыламын. Неге десеңіз, мына мен өзімнің қазақ ұлтының азаматшасы ретінде айтарым, өзге этнос өкілдері мемлекеттік тілде сөйлеп жатқанда біздерде оған деген үлкен құрмет туады. Құрмет, ризашылық туады да. Олар да осы отанның азаматы, өзінің отанын сыйлайды, Қазақстанды жақсы көреді, мемлекеттік тілді жатсынбай үйреніп алған міне деп кеудемізде біріншіден мақтаныш, содан кейін бізде құрмет туады. Осы құрметтен кейін әрі қарай сыйластық, ол азаматқа деген бізде үлкен сыйластығымыз, құрметіміз болады. Болашақта осы мемлекеттік тілге көптеген енді бағдарламалар жасалып жатыр. Мемлекет тарапынан, мемлекеттің басшысының тарапынан, үлкен республика президентіміздің тарапынан түрлі жобалар барлығы сол кісінің нұсқауыменен. Енді сіздің ойыңызша болашақта қазақ тілінің мәртебесі қалай болады деп ойлайсыз? Және де қазақ тілінің мәртебесін көтеру үшін қандай жұмыстар жасалуы керек? Осыны өзіңіз азаматша ретінде Қазақстан Республикасының бір-екі ауыз сөзбен бізге айтып берсеңіз. Ол енді әрине ол үлкен іс, үлкен жауапкершілікті талап ететін үлкен іс. Біз болып, сіз болып, осы жобаларды алдар, мысалы біздің президентіміз бізге сенім артқан жобаларды үлкен жауапкершілікпен атқарып, мемлекеттік тілімізді әрдайым қайда жүрсек те биікке көтеріп, соны құрметтеуге өзіміз үлгі болсақ, ең алдыменен осы. Бұл іс енді әрине ары қарай жалғасын тауып және біздің тіліміздің тұғыры биіктен көріне береді деп ойлаймын. Рахмет сізге. Құрметті тыңдарман, тіл тек қатынас құралы ғана емес. Ол отанға деген, туған жерге деген құрметтің белгісі. Және де жаңа сөзіміздің басында айтып өткен ұлы ағартушымыздың салған сара жолымен осы мемлекеттік тілде білім алып, тәрбие алып, біздер ұрпақты болашақта мемлекеттік тілді сыйлауға, отанын сыйлауға, өзінің мемлекеттік тілін сыйлауға саналы білім алып, тәрбиеленіп келе жатыр деген сенімдеміз. Бүгінгі біздің қонағымыз Любовь Аркадийқызы, сізге көп рахмет. Сіздің жүрегіңіз, отан деп соққан жүрегіңіз, Қазақстаным деп соққан жүрегіңіз әр уақытта да біздерді қуантады. Болашақта тек жас ұрпақты осы мемлекеттік тілді құрметтеуге, отанды құрметтеуге, патриоттық сезімге тәрбиелеуде еңбегіңізге жеміс тілейміз. Үлкен биіктерден көріне беріңіздер. Мінекей құрметті тыңдарман, бүгін біздің осы Мөлтек шай подкастымызда соңына жетті. Мемлекеттік тілдің мәртебесін бірге көтерейік. Мемлекеттік тілді қолданыста, үнемі қолданыста пайдаланайық дегім келеді. Келесі кездескенше Мөлтек шай подкастынан алыстамаңыздар.